ішіндегі тас қандай табиғатқа жатады? Тірі ме әлде өлі табиғатқа ма? Өлі табиғатқа. Жарайсың. Олай болса, бүкіл заттар суда ери бермейді. Ол үшін бүгін мен сенімен бірге суда еритін, ерімейтін заттарды анықтайтын боламыз. Олай болса, Жасмин, бізге қажетті құралдармен таныстырып өт. Бізге қажетті құралдар қант, тұз, бояу, құм, саз, және де бізге Крахмал, қасықтар, және де су құйылған стакандар. Олай болса, Жасмин, тәжірибені бастайық. Бірінші көмшектерді алып, суға салайық. Енді араластырамыз. Жарай, екінші тұзды алып, салып араластырайық. Сосын бақылайтын боламыз. Жарай ма, Жасмин? Жасмин, не байқадың? Тұз бен қант еріді ме? Еріді. Жарайсың, ары қарай бояуды аламын. Не байқадың? Бояудың түсі шықты, я? Бояу еріді ме? Еріді. Ары қарай құмды аламын. Құмды саламыз. Енді араластырамыз. Еріді ме, әлде ерімеді ме? Қарайықшы қасықпен. Құм еріді ме? Еріген. Қайтадан байқалап көр. Еріген жоқ. Еріген жоқ. Ары қарай сазды ала ғой. Сазды салып едік, суымыздың түсі лайланып кетті, я? Ішіне сіп көрші, ерді ме? Ермеді, я? Ішінде батпақ болып тұр екен. Ары қарай бізде крахмал қалды. Араластырамыз. Не байқадық? Барлығы еріп кетті ма, әлде толық ерімеді ме? Толық ерімеді. Жасмин, тәжірибемізді жасап болдық. Енді қандай қорытынды жасаймыз? Мен бұлай қорытынды жасадым. Қант, тұз, бояу, суда ериді. Құм мен саз суда ерімейді. Ал крахмал болса суда толықтай ерімейді екен. Жарайсың, Жасмин. Бүгінгі тәжірибеміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.